Ормандағы құпия сандық, ертегі әңгіме. Ертеде, бір кішкентай ауылда Әли деген бала өмір сүріпті. Әли өзгелер сияқты емес, өте қызық құмар бала екен. Басқа балалар доп қуып жүргенде, ол ескі заттарды ақтарып, жұмбақ іздеп жүретін. Бір күні атасының сандығынан сарғайған бір карта тауып алады. Картаның үстінде былай деп жазылыпты: қара орманның жүрегінде құпия сандық бар. Оны тек батыл жүрек табады. Әлидің жүрегі дүрсілдеп кетті. Мен оны табамын, деді ол. Таң ата салысымен кішкентай дорбасына нан, су алып, жолға шықты. Қара орман ауылдан алыс емес еді. Бірақ ешкім ол жаққа бармайтын. Себебі жұрт, ол жерде сөйлейтін ағаштар бар, түнде жұмбақ шамдар жанады, жоғалғандар қайта оралмайды дейтін. Бірақ Әли қорықпады. Орманға кіргенде айнала тым-тыныш еді. Кенет алдынан алып қасқыр шықты. Әли шошып кетті. Бірақ қасқыр сөйлеп кетті: егер сандықты іздесең, 3 сынақтан өтесің. Әли таң қалды. Қандай сынақ? Біріншісі қорқынышты жеңу. Қасқыр ғайып болды. Алдында қара үңгір пайда болды. Әли ішке кірді. Іші қараңғы. Жел гуілдейді. Бір түрлі дыбыстар естіледі. Ол қорқып тұрса да алға жүрді. Кенет қабырғада алтын кілт жарқ етті. Ол кілтті алды. Сол сәт үңгір жарыққа толып: бірінші сынақтан өттің деген дауыс шықты. Әли әрі қарай жүрді. Екінші сынақ. Орман ортасында алып емен тұр. Емен сөйлеп кетті: байлық пен достықтың біреуін таңда. Ағаш түбінде 2 қорап. Бірі алтынға толы. Бірінде жазу: шынайы дос. Әли ойланып: алтын таусылады. Дос мәңгі, деп екінші қорапты ашты. Ішінен кішкентай түлкі шықты. Мен сенің жолдасың боламын, деді түлкі. Екінші сынақтан өтті. Үшінші сынақ ең қиын еді. Түн түсті. Олар ескі қамалға келді. Ішінде құлыпталған сандық тұр. Үстінде: өзің үшін емес, өзге үшін аш. Әли ойланып қалды. Сол сәт қамалдан дауыс шықты: егер сандықты ашсаң, бір тілек айта аласың. Әли байлық сұрай алар еді. Билік сұрай алар еді. Бірақ ол: ауылым ешқашан кедей болмасын, деді. Кілт өзінен өзі сандыққа кірді. Сандық ашылды. Ішінен алтын емес, жарық шықты. Жарық аспанға көтеріліп, ауылға қарай ұшты. Әли үйіне қайтқанда ауыл өзгеріп кетіпті. Құрғақ жер көгерген. Егін жайқалған. Адамдар қуанып жүр. Атасы күліп: сен нағыз қазына таптың. Бірақ алтын жоқ қой. Нағыз қазына адал жүрек. Сол түні Әли картаға қайта қараса, жаңа жазу пайда болыпты: сен енді құпия сақшысың. Бірақ бұл соңы емес еді. Келесі түні терезеден жарық түсті. Сыртқа шықса, карта тағы жарқырап тұр. Жаңа жол ашылыпты. Жазу: Айтауының ішінде екінші сандық жасырылған. Әли күлімсіреп: жаңа штырман басталды. Және ол тағы жолға шықты. Әли сол түні ұйықтай алмады. Терезе алдында жатқан карта әлсін жарқырай береді. Таң ата салысымен түлкі досын ертіп жолға шықты. Бұл жолы бағыт Айтауы. Ауыл адамдары ол тауды қорқынышты дейтін. Себебі әр толық ай туған түні тау төбесінде көгілдір от жанады екен. Көп адам барып қайтпаған. Бірақ Әли тоқтамады. 3 күн жүріп олар тау етегіне жетті. Тау басы бұлтқа кіріп тұр. Кенет жер астынан гуіл естілді. Алдарынан ақ сақалды қария пайда болды. Айтауына кез келген кіре алмайды, деді ол. Маған екінші сандық керек. Қария жымиып: онда тағы 3 сынақ күтіп тұр. Бірінші сынақ шындық көлі. Таудың ішінде айнадай көл бар екен. Қария: осы көл сенің шын жүзіңді көрсетеді. Әли суға қарады. Бірақ өз бейнесін емес. Таққа отырған бай патшаны көрді. Алтын, сарай, қызметшілер. Дауыс шықты: осыларды қаласаң, қазына сенікі. Әли ойланып: байлық емес, шындық керек. Су толқып, көрініс жоғалды. Көл ортасынан күміс тас шықты. Бірінші сынақтан өттің.
Екінші сынақ көлеңкелер үңгірі. Үңгірге кіргенде қара көлеңкелер сыбырлады. Сен әлсісің. Қайта бер. Қорқақсың. Әлидің жүрегі дүрсілдеді. Түлкі. Тыңдама. Бұл сенің қорқыныштарың? Әли айқайлады. Мен қорқсам да тоқтамаймын. Сол сәт көлеңкелер жойылды. Қабырға ашылып, жасырын жол шықты. Үшінші сынақ ай патшасының есігі. Ең биікте алып күміс есік тұр. Есікте жұмбақ. Күштен күшті не? Әли ойланды. Алтын ба? Семсер ме? Билік пе? Сосын айтты. Мейірім. Есікті ретіп ашылды. Ішінде екінші сандық. Бірақ жанында алып қара айдаһар ұйықтап жатыр. Кенет көзі ашылды. Кім менің сандығымды алады? Әли батыл. Мен ұрлауға емес, табуға келдім. Айдаһар күлді. Көп адам алтын үшін келді. Сен не үшін келдің? Ақиқат үшін. Айдаһар басын изеді. Онда ал. Сандық ашылды. Бұл жол ішінен алтын емес. Ескі кітап шықты. Мұқабасында. Үшінші қақпа тек таңдаулыларға ашылады. Кітап өзінен өзі ашылды. Ішінде карта. Бірақ бұл жолы карта жерде емес. Аспандағы жұлдыздарда салынған. Жазу. Келесі құпия жоғалған қала. Кенет тау дірілдей бастады. Айдаһар. Тез кет. Әли мен түлкі жүгірді. Тау опырылып құлап барады. Соңғы сәтте сыртқа шығып үлгерді. Арттарына қараса. Ай тау жоқ. Орнында тек тас. Сиқыр жоғалған. Түлкі сыбырлады. Енді үшінші сапар басталады. Әли аспанға қарады. Жұлдыздардың бірі жанып өшті. Сол сәт алыстан белгісіз дауыс естілді. Әли. Біз сені күтіп тұрмыз. Және шытырман қайта басталды. Достар, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз.